Достар, 2025 жыл несімен есте қалды мен үшін. Ең бірінші жетістігім мемлекеттік шапағат медалімен марапатталдым. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз. Балалық шағымның арманы ұстаздарға арналған қойын жазба дәптері шықты. Түлектермен Димаш Құдайбергеннің челленджінен қатысып, Лондонға жолдама ұтып, Лондонға барып келдім. Ура! Оқушыларға арналған сөз моншақ үстел-үсті ойыны жарыққа шықты. Айтпақшы, алға бар бірінші түйе сауып келдім. Мен сап қойсайын түйеге. Алға барып, алғаш рет сіңілімді қыз ұзату әлімен ұзатып келдім. Сол жерде комментарийлер өлді. Мынаны ағайтып отқан сияқты дейді ғой. Креативті мектеп директоры деген халықтың даусымен, көпшіліктің қолдауымен атақ ұтып алдым. Баку қаласында тағылымдамадан өттім. Мен алғаш рет ата-енеммен, анаммен, отбасымен алғаш рет шетелге бәріміз Дубайға жазда қыдырып келдік. Жаздың күні Дубайға баруға кеңес бермеймін. Америкаға інімнің диплом алғанда учениесіне барып келдім. 3-ші рет Америкаға барып келдім. Алғаш рет директорлар арасында республикалық хакатон ұйымдастырдық. Алғаш рет сериалға және толықметражды кинода актриса болып ойнадым. 2025-тің ең нәтижелі жұмысы танымал тұлға болып, 230 мың оқырман жинадым. Халықтың ықыласына бөлендім. Блогермін. Мына не деп ойлайсыздар? Көпшілік болғаннан кейін әртүрлі пікір болады. Біреуі қолдайды, біреуі қолдамайды. Қолдамай, хейт жазған, менің көзқарасымды түсінбеген жандар көп болды. Оны мен жетістік деп бағалаймын. Әрқашан сын адамды дамуға жетелейді. Жаңа жыл құтты болсын!